Сәлем, менің есімім Омархан. Мен де сен сияқты өз елінің болашағын жарқын болуын қалайтын жастардың бірімін. Мен жалғызбын деп ойлағанмын, бірақ сен дәл осы видеороликті көріп отырсаң, онда біз көппіз. Біз біргеміз. Яғни біз қоғамды жайлаған жемқорлық деген пасық дертке қарсы шыға аламыз. Бұл біздің еліміз. Сен де мен сияқты оқисың және өз игілігіңе еңбек етудесің. Мысалы, пицца пісіресің, адамдар саған ақша төлейді, ал сен олардың талаптарын қанағаттандырасың. Ал түскен табысты өз қажеттіліктеріңе жұмсайсың. Тамақ, үй, машина және отбасы. Тағы сол сияқты әр ақшалы транзакциядан жалақыны алу, дүкенде сауда жасау немесе мейрамханада төлем болсын. Ақшамыздың бір бөлігі салық ретінде мемлекеттің қазынасына түседі. Ол ақша әр адамның жағдайын жақсартатын ортақ игіліктерге бөлінеді. Сонымен бірге сапалы дәрі-дәрмекті ұсынатын медицина және біздің болашақ ұрпақтарымызды заманауи әлемге дайындайтын